Ассалаумалейкум достар. Бүгін міне 21 жылдың алғашқы автокөлік базары. Біз қазір Арғымақ автокөлік базарындамыз. Арғымақ автокөлік базарына келіп, автокөліктер мен автокөлік бағаларына шолу түсіріп өтетін боламыз. Достар, Автолайк каналымен бірге болып, біздің Автолайк каналына тіркеліп, видео соңында ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бүгін біз Шымкент қаласында, ауа райы -7. Бұйыртса, шығарылымның соңына дейін қарап, бүгін 3 шығарылым шығатын болады. Бәрін қарап, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар, достар. 140 жанақтағы Мерседес 96 жылғы 5 куб 4,5 миллион дейді бағасы. Германский автокөлік сұрап отқан жігіттер, қарап көрсеңдер болады. Көліктің жалпы жағдайын түсіріп өтеміз қазір. Сыртқы өте тамаша жағдайда машина. Қазір біз Арғымақ автокөлік базарындамыз. Әдеттегідей Gentrалар бірінші қатарда сатылымда. Ешқандай ақпарат қалдырмаған, бірақ сол баяғынша тап-таза күйде. Жалпы кузов пен бампердің краскасы көрініп тұрған шығар сіздерге де. Қарап көрем десеңіздер, Арғымақ базарында бірінші қатардадыр көліктер. Тағы да Gentра тұр сатылымда. Шымкент әдетке айланған болу керек. Бағаларын алып тастап, телефон нөмірін қалдырып қою. Ол өте ыңғайсыздық тудырады клиентке. Бағасының қанша екенін білмеймін. Мен звондап салғана Gentраға 6 миллион деп айтсам, мен үшін базардан көңілім қалып қалады. Сол себеп жігіттер, қарап отырсаңыздар, автокөлік сатушылар, сатып алушыларға ыңғайлы болу үшін өзіңіздің қалаған бағаңызды жазып, келісімі болса жазып қойсаңыздар, саудасы бар деген сияқты. Соған қарап автокөлік қараушылар байланыс нөмірін алып, болмаса прямо өздеріңізге хабарласа алатын еді. Равон тұр міне сатылымда. R4 міне түнде ғана сұрап атқан, 2017 жылғы 4,5 миллион сұрап атыр. 58 мың пробегпен. Көлік ақ түсті. Равон қарап алам деп жүрген кісілер болса, телефон нөмірін қалдырып кеттік, звондап саудаласып көрсеңіздер болады. Қазір Арғымақ базарын барлық автокөлікті дерлік түсіріп өтетін боламыз. Өздеріңіз білетіндей автокөлік базарының аумағы 3 гектар аумақты алады. Примерно енді түсінікті болу үшін айтсақ, акцент тұр сатылымда. Бұл да солай 2014 4 миллион 600 дейді бағасы. Телефон нөмірі. Бұйыртса достар, Арғымақ базарынан қазір базардың егелерінен өтініш жасап сұрап жатырық. Қыс уақытысы қанша дегенмен сатушыларға ыңғайлы болу үшін біз Арғымақ автокөлік базарынан бағаның төмендетуін сұрап жатырмыз. Қазіргі таңда қарастырылып жатыр. Бұйыртса, Құдай қаласа Арғымақ базарының бағасы сіздерге ыңғайлы болу үшін бізге Автолайк каналына скидка беретін болса, жарыса шығарып, бұйыртса, осы Арғымақ автокөлік базарын түсіріп, толтыруға тырысамыз. 2013 жылғы 2,4 6 миллион 200 дейді бағасы. Достар, бүгін Шымкент қаласындағы ауа райы -7 градусты сақтап тұр қазіргі таңда. Сондықтан сәл-сәл қолайсыздық тудыруда видеоны полный түсіруге. Nexia тұр сатылымда, өткендегі шығарылымда да тұрған болатын. Бұл Nexia 2013 жылғы көлік 2 миллион 200 дейді бағасы. Достар, біздің Автолайк каналының
рейтингін көтеру үшін атсалыссаңыздар, бұйыртса түрлі автокөлік шолулар мен автопроекттер ұйымдастырып жатырмыз. Құдай қаласа, осы жақын арада бір айдың көлемінде Нива алып, соны полный жасап шықпақшымыз. Сол үшін қолдауларыңыз керек болып жатыр. Әрине, ақшалай жағынан емес, мораль жағынан қолдау көрсетіп, тіркелулерін сұранамыз. 2017 жылғы 3 миллион 700 дейді Spark. Әрине, объемы 1 Ravon. Сол үшін достар, Автолайк каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, WhatsApp группаларға таратып, біздің Автолайк каналының қонақтары каналға келіп видеоны қарап, артқа шығып кеткеннен гөрі подписация бөлімін басып кетсеңіздер, әрине, нұр үстіне нұр болар еді. Мынау Spark автомат коробка екен. Кісілер қарап жүрсе, қарап көрсеңіздер болады. Gentra тұр, сатылымда. Жазық балонмен 2014 1.5 3 миллион 750 мың теңге дейді. Механикалық қораппен сатылымда тұр. Бұл екі Nexia мен Gentra өткендегі аптаның базарынан қалған көлік болу керек. Пятнашка тұр. Бұл көлікте тұрған болатын өткен базар. Телефон нөмірін алдырып кетейік. Звондап саудасын келтірем деген кісілер болса, звондап хабарласып білсеңіздер болады. Баз 2115. Жақсы жағдайда 15 пятнашка. Ravon тұр сатылымда. Бағасын сұрап көрейік егесінен. Неше сұрап атсың, Ravon? 4,5. Жылы? 17 жылғы көлік. Сатылымда тұр. Егер бүгін Шымкент қаласында автокөлік қарауға болмаса, іздеп шыққан болсаңыздар, Арғымақ базарына келсеңіздер, бірнеше көлік бар. Сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Ravon R4 жаздық балондарымен Priora тұр. Сатылымда. Енді бұл қазіргі біздің жас буынның көп қызығушылығын тудыратын көлік қой, қанша дегенмен. Көлік 2014 жылғы, жаңылмаса. Жыл қанша? 14. Трос па? Кулиса ма, трос па? Коробка. Задний оң жақта ма? Артта ма? Неше сеп атсыз? 3 миллион сұрап атыр көлік. 2014 жылғы, полный комплектация. Трос коробка. Мұны қарап көрем десеңіздер, жаздық балондармен. Мына жерде де бір Gentra тұр. Бұда да ешқандай ақпарат қалдырылмаған. Бұл көліктің тұрғанына біраз болған болу керек. Арғымақ базарында. Сен кім абырадың? Егесін таппай атсында ма? Сатып алушылар кеп қарап атыр көлікті. Бірақ егесі жоқ, телефон нөмірінде қалдырмаған. Ыңғайсыздық тудырып атыр. Қарап көрушілерге. Енді базарға шыққаннан кейін не тұрсын? Автокөлік алам деп кеп тұр, егелері жоқ. Жігіттер көріп отырсаңдар, өтініш. Хотя бір ақпарат қалдырып кетсеңдер, болмаса сатылса сатылды деп. Елантара тұр сатылымда. Сен кім абырадың? Қай жылғы? Қай жылғы? Қай жылғы? 14. Неше сұрап атсың? Сені түсіріп атқан жоқ қой, брат, машинаны түсіріп атырмын. Ақыр сатылымға шығарып тұрсың, реклама ғой. 6 миллион сұрап атыр. Іздеп жүргендер болса, қарап көрсеңіздер болады. Chevrolet Captiva тұр. Өткен базарда түсірген болатынбыз бұл көлікті. 2013 2.4 бензин 6,5 миллион дейді. Достар, осы байқап тұрғандарыңыздай, осы кейбір көлік иелері осылай қарсылық білдіреді. Енді ол әрине рұқсатпен түсірген жақсы, бірақ
базарға шығарғаннан кейін ол көлікті сатамын деген ниет болғаннан кейін ондай нәрсенің керегі жоқ деп ойлаймын. Мерседес тұр. Бұл да өткен базардан қалған көлік. Әрине бұл кісілерге де ыңғайсыз. Әр апта сайын алып кеп отқан. 2002 3.5 Альбионмен 4.600.000 дейді бағасын. Қазір айландырып түсіріп көрсетіп өтсек. Өткен аптада КамАЗ болмаса спецтехника сұрап отқан жігіттер бар еді. КамАЗ тұр жігіттер 5 миллион дейді. Қарап кетсек, тентпен Тиагач тұр арада голова. Бұны да түсіріп өтейік, қапагершілік болмасын. Іздеп жүргендер болса 4,5 миллион 91 жылға көлік. Стандарт валмен. Бір теп жегіп ойнақтатам дейтіндер болса іздеп атқандар. Пятитоник тұр арада Мерседес. Газель шығарылымында көп іздейді бізде. Телефон нөмірін қалдырып кетіпті. Мына достар, Арғымақ базарынан шығарылымыз осымен аяқталды. Мына арада тұрған российский көліктер не себепті телефон нөмірін қалдырамайтынын түсінбедік. Автокөлік Арғымақ базарында қазірше аз, бірақ бұйыртса жақсы жаңалықтармен қуаттады деген ойдамыз. Осы Арғымақ базарының егелері бұйыртса жақсы жаңалық болғатса, достар, арнайы сіздер үшін Автолайф каналының шығарылым шығарып өтетін боламыз осы базардың скидкасы жайында күтудеміз. Достар, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаймыз.